Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Халқымыздың өз еркіндігі үшін күрес жолына мәңгі өлмейтін терең із қалдырған қайраткерлеріміздің бірі Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов. Әлихан Нұрмұхамедұлы 1866 жылы бұрынғы Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырау болысының 7-ші ауылында дүниеге келген. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғұлама ғалым, ұлт азаттық қозғалысының теориялық негізін салушы әрі көсемі, Қазақтың тұңғыш саяси партиясын ұйымдастырушы және Алашорда үкіметінің төрағасы. 20-30 жылдар Бөкейхановқа шығармашылық еңбекпен айналысу үшін қолайлы кезең деп айту қиын. Дегенмен бұл жылдары да ол өмірінің мазмұнына айналған үйреншікті, ғылыми және әдеби тақырыптардан қол үзген емес. Міне, осындай айтарлықтай ұзақ және құнарлы шығармашылық өмір жолына қарамастан белгілі қайраткердің еңбектері кітап түрінде жарық көрген жоқ. Ал мына кітапқа 20 ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ ұлт азаттық қозғалысының басшысы, Алаш партиясының негізін қалаушы Әлихан Бөкейхановтың Қазақ газеті және басқа басылымдарда жарық көрген еңбектерінің нұсқасы көрсетілген. Жеке кітап түрінде тұңғыш жарияланып отырған бұл материалдар арқылы оқырманның аса құнды мәліметтер ала алатындығы даусыз. Міне сондықтан да қадірменді оқырман жинақтағы Әлихан Бөкейхановтың еңбектері арқылы ғасыр басындағы қазақ қоғамдық ойынының даму деңгейі мен бағыттарынан хабардар болумен бірге, сол ойдың дамуына Бөкейхановтың қосқан үлесін де байқап бағалай алады деген ойдамын. Ұлт көсемінің кім екенін, қандай қызметтер атқарғанын негізінен дүйім жұртшылық жақсы біледі. Ал бұл жинақты құрастырып, кіріспесін және өмір баяндық ғылыми мақаласын жазған тарих ғылымының докторы, профессор, алаштанушы Мәмбет Құлжабайұлы Қойгелдиев. Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп алаштың жоғын жоқтап, барын түгендеп, ұлтымыздың қамын жеп өткен жұрт шырақшысы болған алаштың Әлиханы, қазақтың өз жерін еркін жайлап, өз елінің төрінде отырып, билік пен төрелікті қазақ тілінде айту үшін аянып қалған жоқ. Қазақ тілінде газет шығарды, қазақша кітаптар бастырды, жүздеген мақалалар жазды. Ал енді сол алтын мақалаларға толы кітапты оқуға мен кеңес беремін.